Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Аяла. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Expressing Ability және де Past Habits. Яғни бүгін біз сабақта қабілеттерді жеткізуді, қабілеттерді қалай айту керегін үйренеміз және де Past Habits. Өткен шақтағы біздің әдеттерімізді, өткен шақтағы жағдайларымызды қалай айту керегін үйренетін боламыз. Сабағымызға кішігірім шолу жасау мақсатында осы сөйлемдерді толықтырып өтсек. I play the piano now because I practice every day. Can, could, will be able to. Бұл жерде бізде can болады. Жалпы can, could, will be able to үшеуі де бір мағынаны білдіреді, яғни істей алу, істей аламын. I can play, мен ойнай аламын деген сияқты. Тек сіздер time expression'дарға мән беріңіздер, және де осы тапсырмаларды орындап көріңіздер, кейін біз толық талдау жасап осы бүгінгі сабағымызды өтетін боламыз. Келесі, she ran very fast when she was in school. Бұл жерде бізде could варианты дұрыс болады. When she was in school. Ол мектепте оқыған кезінде, яғни өткен шақта тұр, After a few months, I will be able to speak English fluently. Бұл жерде бізде after a few months деген time expression арқылы біз оның future ability екенін біліп қойдық, When I was a child, I ride a bike. Бұл жерде вариант could болады. Жалпы бүгін біз ability тақырыбын өтеміз. Ability дегеніміз не? Ability means what someone can do. Яғни біреудің бір нәрсені жасай алу қабілеті. Яғни біреудің бір нәрсені жасай алуға мүмкіндігі, бейімділігі деген мағынаны білдіреді. Мысалы, біреу жүзе алады, біреу ағылшынша сөйлей алады, біреу көлік жүргізе алады, біреуі сурет сала алады деген сияқты. Яғни ол біздің қабілеттеріміз. Біз қабілеттерімізді бүгінгі сабақта осы шақта, өткен шақта және келер шақта қалай жеткізу керек, қалай айту керегін үйренетін боламыз. Сабағымызды бастасақ, present ability, яғни осы шақтағы біздің қабілеттеріміз, яғни дәл қазір біз істей алатын, біздің қолымыздан келетін іс-әрекеттерді айтқан кезде біз can және де is able to формаларын қолданады екенбіз. Жалпы can, бұл бізде барлығымыз білеміз, I can swim, she can speak English. Яғни бұл бізде жалпы қабілетімізді айтқан кезде қолданылатын ең қарапайым, ең оңай және ең дұрыс варианты десек болады. Және де is able to деген формасы бар. Бұл бізде ресми деп айтсақ болады, және де specific situation, нақты бір жағдай болған кезде осы is able to-ді қолдансақ дұрысырақ болады. Мысалы, I'm able to help you now. Мен саған қазір көмектесе аламын. Мен саған қазір көмектесетін қабілетім бар дегенде, She is able to solve this problem. Яғни solve this problem, help you деген ол барлығы бізде situation, ситуация. Қазір сондай бір проблема болып тұрып, біз оны шешу үшін оның бізге көмегі қажет. Ол саған көмектесе алады. Яғни оның қабілеті бар проблеманы шешуге деген мағынада. Кеннен қарағанда более жағдайға келеді. Түсінікті болды деген ойдамын. Енді past ability-ді өтейік, сол кезде түсінетін боласыздар екеуінің айырмашылығын. Could және де was able to деген екі вариантта біз өткен шақтағы қабілетімізді айта аламыз. Could бізде general ability, яғни жалпы қабілетіміз туралы айтқан кезде I could run fast when I was a child. Мен бала кезімде жылдам жүгіре алатынмын. Алатынмын деп тұр, Could run. Ал қазір ол жылдам жүгіре ала ма, әлде жүгіре алмай ма, ол бізде белгісіз. Ал жылдам жүгіре ала ма, алмай ма белгілі болатын жағдайын біз сабақ соңында өтетін боламыз. She could read at age 4. Ол 4 жасынан бастап оқи алатын. Және past ability-ді білдіретін екінші бір варианты, ол бізде was were able to.
бұл бізде specific success, яғни нақты бір нәтижесі бар іс-әрекет туралы айтқан кезде қолданамыз, иә. Өткен шақта өзінің нәтижесін берген іс-әрекет. I was able to pass the exam. Мен экзаменді тапсыра алдым. Яғни қазіргі кезде оның нақты бір нәтижесі бар, иә. She was able to fix the car yesterday. Ол кеше өзінің машинасын жөндей алды. Бүгін ол машина жүріп тұр, деген сияқты. Енді жалпы жаңағы presentability-да бізде can мен is able to-дің негізі I can help you now деп айтсақ та, қатты бір мағынасы өзгеріп кетпейді. Но осы жағдайына байланысты is able to дұрысырақ болады деген мағына. Ал could бен was able to да біз I could pass the exam деп айтсақ, мағынасы сәл өзгеріп кетуі мүмкін. Сол үшін оның мағынасына қарай дұрыс вариантын таңдап жазу маңызды болып табылады. Мысалын қарастырып өтейік. Мысалы, I could pass the exam. Мен емтиханды тапсыра алатын едім деген мағынада. Мүмкіндіктің болуы, иә. Менің емтиханды тапсыра алуға мүмкіндігім болды, бірақ мен тапсырмадым деген сияқты. Бұл бізде более criticism тақырыбына кетіп қалады. Яғни сен емтиханды тапсыра алатын едің, бірақ тапсырған жоқсың ғой деген сияқты. Ал I was able to pass the exam деп айтатын болсақ, мен емтиханды тапсыра алдым. Нақты нәтиже бар. Мен емтиханды сәтті тапсырдым деген мағынада. Түсінікті болды ма? I could pass, тапсыра алатын едім. I was able to pass, мен емтиханды тапсыра алдым. Сондықтан нақты бір сөйлемнің мағынасына қарай біз was able to немесе could қоятынымызды таңдауымыз керек. Ал future ability бұл бізде тек қана бір варианты бар. Will be able to. I will be able to speak English fluently. She will be able to travel abroad next year. Келесі жылы ол шетелге саяхат жасай алады. Саяхат жасауға қабілеті болады. Ол осы жылы мысалы қатты жұмыс істеп жатыр, немесе ақша тауып жатыр. Келесі жылы ол шетелге қыдырады деген сияқты. Келесі жылы оның мүмкіндігі болады, иә? We will be able to finish the project tomorrow. Біз осы проектті ертең аяқтай аламыз. Ертең аяқтай алуға біздің қабілетіміз бар, уақытымыз бар. Қайталап өтсек, бізде can, most common, ең көп таралған, күнделікті сөйлесуге арналған. Be able to, more formal or specific situation. Бұл жерде be'ді біз осы жақта, өткен шақта және келер шақта формалармен қоя аламыз. Is able to, was able to деп. Could, general past ability, яғни жалпы өткен шақтағы қабілет. Was able to, successful action in a specific moment, яғни нақты бір моментте, нақты бір уақытта сәтті болған іс-әрекет, иә. Менің қабілетім жетті, мен істей алдым деп айту үшін қолданамыз. Will be able to, future ability, болашақта бір нәрсені істей алу мүмкіндігі. Жалпы осы expressing ability тақырыбы түсінікті болды деген ойдамын. Енді екінші тақырыбымызға көшсек. Ол бізде past habits. Ол past habits дегеніміз бұрын болған әдеттер мен жағдайларды сипаттау үшін қолданылады. Ол үшін біз used to етістігін қолданамыз. Өткен шақтағы әдеттерді айту үшін қолданылады. Қазір ол іс өзгерген немесе тоқтаған. Және біз could'ті өткен кезде қазіргі нәтижесі белгісіз, ол қазір істей ма, жоқ па белгісіз дедік. Ал used to болса, ол қазіргі нәтижесі бар, ол қазір оны істемейді, бірақ бұрын істеген деген сияқты. Мысалы, I used to watch cartoons. Мен бұрын, мультфильм көретінмін. Қазір ол мультфильм көрмейді, қазір ол мысалы фильм көреді деген сияқты. She used to live in Астана. Ол бұрын Астанада өмір сүрген, Астанада тұрған, қазір ол Алматыға көшіп келді. Түсінікті болды деген ойдамын. Тағы бір мысал. I used to wake up late. Мен бұрын кеш тұратынмын. Now I wake up early. Қазір мен ерте тұрам. Яғни бұрын болған әрекет, бұрын болған жағдай, бұрын болған рутина. Қазір ол өзгерді
және де қазір біз кеш тұрмаймыз, қазір ерте тұрамыз. Past habits дегеніміз осы. Енді оның формуласына келетін болсақ, positive sentence, яғни болымды сөйлем жасау үшін біз subject plus used to plus verb one. Бастауышқа used to, одан кейін етістіктің алғашқы формасын жазамыз. Infinitive формасы міндетті түрде жазылады. Ешқандай ed, ing жалғанбайды. I used to play football. Мен футбол ойнайтынмын бұрын, қазір ойнамаймын деген сияқты. Ал negative sentence жасаған кезде subject plus didn't use to plus verb one. Яғни болымсыз формасы, иә. She didn't use to like milk. Ол сүтті жақсы көрмейтін, мүлдем сүт ішпейтін. Ал қазір мүмкін ішеді, иә. Question form жасаған кезде did, яғни көмекші етістігіміз алдына шығады. Plus subject plus used to plus verb one. Did you used to ride a bike? Сен бұрын велосипед айдайтын ба едің? Бұл жерден назар аударатын нәрсе, бұл бізде didn't used to, және де бұл жерде де used to қолданылып тұр. Тек болымды сөйлемде ғана used to қолданамыз, D бар, Бұл жерде D жоқ, D бізде көмекші етістікке кетті. Сондықтан used to деп қана қолданамыз. Didn't use it to деп D'ді жалғап жазбаймыз. Түсінікті болу үшін тағы да мысалдар қарап өтейік. I used to watch cartoons every day, but now I watch documentaries. Мен бұрын күнде мультфильм көретінмін, қазір деректі фильм көремін. Яғни бұрынғы болған іс-әрекет, қазір ол көрмейді мультфильм, қазір фильм көреді. I didn't used to like vegetables, but now I eat them often. Мен бұрын көкөністерді ұнатпайтынмын, қазір жиі жеймін. Келесі сұрақ. Did you used to play computer games a lot when you were younger? Сен кішкентай кезінде компьютер ойындарын көп ойнайтын ба едің? Деп сұраймыз. Өткен шақтағы оның жағдайы, әдеттері туралы сұраған кезде Did you used to деп бастаймыз сөйлемімізді. Сабағымызды қорытындылау үшін практика жасап өтейік. Fill in the blank with used to, didn't used to, did you used to. Осы үшеуін сөйлемдерге қойып шықсаңыздар. I play outside every day when I was a child. She liked coffee, but now she drinks it every morning. Қазір ол күнделікті ішеді. Үшіншісінде түсінікті деп ойлаймын. Watch cartoons when you were young. Төртіншісі, we have smartphones in the past. My brother go to school by bike. Жауаптары. I used to play outside every day when I was a child. Мен бала болған кезімде далада көп ойнайтынмын күнделікті. She didn't used to like coffee, but now she drinks it every morning. Бұрын ол кофені жақсы көрмейтін, іше алмайтын. Қазір ол күнделікті таңертең ішеді. Did you used to watch cartoons when you were young? We didn't used to have smartphones in the past. Бұрын бізде смартфондар болған жоқ, Біз қолданбадық бұрын. My brother used to go to school by bike. Менің ағам мектепке велосипедпен баратын. Қазір ол бармайды, мектепті бітіріп кетті. Сабағымыз түсінікті болды деген ойдамын сіздерге. Homework енді үй жұмысы. Complete the sentence about yourself. Өзіңіз туралы осы бүгінгі өткен грамматика бойынша сөйлемдер құрап көріңіз. Сіз не істей аласыз, қандай қабілетіңіз бар, және де бұрын не істедіңіз, бұрын істемеген, бірақ қазір ол сіздің әдетіңізге айналып кеткен іс-әрекеттер бар ма? Солар туралы жазып көріңіз. Thank you for your attention. Сау болыңыздар.